Сәлем баршаңызға. Бүгін жаңа жылдық дастарханға керемет үйлесетін осындай шоколадты медовик дайындайтын боламыз. Дәмі де, түрі де айтып тұрғандай, барлығы өте шоколадты көрінеді. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецепттерді бірінші болып білетін боласыз. Бір ыдысқа сары май, қант және балды салып, жақсылап булы баняда араластыратын боламыз. Қант толық ерігенше араластырып отырамыз. Сосын үстіне бір шай қасық сода қосып, тағы да көлемі ұлғайғанша араластырамыз. Көлемі ұлғайып, ағарып көпіргеннен кейін булы банямыздан ыдысымызды түсіреміз. Бөлек ыдыста жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз, яғни ағарып көпіргенше. Сосын ол массамызды балды массамызға салып, тез-тез араластырамыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалмауы қажет. Жұмыртқамыз толық араласып біркелкі масса болған соң, үстіне ұн мен какаоны араластырып, сеуіп, жұмсақ қамыр илейміз. Берілген мөлшерден ұнның мөлшерін үлкейтпейміз, өйткені көбірек ұн қосып жіберсеңіз, тым қатты болып қалуы мүмкін. Қолға жабысатын қамыр шығады, сондықтан оны ұнға бір айналдырып алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. 10-12 бөлікке бөлсеңіз болады. Менде диаметрі кішірек торт дайындайтын болғандықтан, мұнда 14 бөлік. Бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Сосын алып, біртіндеп пергамент қағазының үстіне сразу жаятын боламыз. Жұқалап жаямыз, өте жұқа болуы керек. Жайып жатқанда егер оқтауыңызға кішкене жабысып жатса, бетіне кішкене ғана жабыспау үшін ұн себіп жіберуіңізге болады. Жұқалап жайылған қамырымыздың үстін шанышқымен тескілейміз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градуста 3-5 минут, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп болған соң крем дайындауға кірісеміз. Жұмыртқа, қант және крахмалды венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне кішкене сүттің бөлігін қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сосын барлық сүтті қосып, араластырып, отқа қоямыз. Ақырын отта постоянно, яғни үздіксіз араластырып отырып, қоюланғанша қайнатамыз. Осындай қою ақ масса шығады. Бүлкілдеп қайнаған уақытта үстіне шоколадымызды салып жіберіп, шоколадты масса біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын оны оттан түсіріп, басқа ыдыста, яғни басқа құрғақ ыдысқа салып, кішкене суытамыз. Бөлме температурасында 10 минуттай суытып, бетіне пленка жабамыз. В контакт, яғни бетіне тигізіп жауып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қойып қоямыз. Дайын суыған корждарымызды өзіңізге қалаған диаметрда кесіп аламыз. Менде 20 сантиметрлік диаметр, сондықтан менде 14 корж шықты. Шеттері түзу емес, кішкене сынын қыраса да ештеңе етпейді, өйткені кремнің астында барлығы жұмсақ әдемі болады. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды миксердің көмегімен аппақ болып көлемі ұлғайғанша араластырамыз. Яғни воздушный болғанша араластыра береміз. Шамамен 10-15 минуттай қажет болады. Көлемі ұлғайып ағарған соң үстіне қасықтап, яғни бір қасықтап шоколадты массамызды қосамыз. Біртіндеп қосқандықтан өте воздушный, әдемі, жұп-жұмсақ осындай шоколадты крем пайда болады. Сары майдың орнына 33-35% сливки қолдансаңыз да болады. Тортымызды жинауға кірісеміз. Сіз кольцода немесе торт пісіретін формаңызда жинасаңыз да болады. Мен алдымен осылай біртіндеп жинап аламын да, сосын кольцоға саламын. Әр корждың бетіне шамамен 2 қасық крем саламын. Рецептерім ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Тағы да басқа торттардың рецептісі торттар деген плейлистімда бар, қарасаңыздар болады.
Мен тортты жинап болған соң сыртына ацетатный бумагамен тартып, сосын кольцо қоямын. Сіздер сразу осы кольцоға немесе торт пісіретін формада жинасаңыздар болады. Тоңазытқышқа кемінде 5-6 сағатқа қойып қоямыз, сонда креміміз толықтай сіңеді. Жан жақтарына крем жетпей тұрған жақтарына қалған кремді кішкене жағып, түзулеп аламыз. Креммен осылай түзулеп, солай қалдырсаңыз да болады, немесе мен сияқты торттың қалдықтарын үгітіп осылай жапсырсаңыз да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.